Түркістандық кәсіпкерлер жаңа салық реформасы қабылданса, онда тауарлар мен қызметтердің бағасы да өседі деп есептейді. Дәл осы мәселе Түркістан облысына іс-сапармен келген Қазақстан Республикасы ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Құдайбергеновпен өткен кездесуде талқыланды. Кәсіпкерлердің сөзінше, егер елде қосымша құн салығы 20%-ға дейін өсетін болса, онда ол агроөнеркәсіп кешеніне де әсерін тигізеді. Енді өздеріңізге белгілі, 7 ақпанда мемлекет басшысы бизнесмендермен кездесу аясында қосымша құн салығы бойынша реформаны қайтадан қарап, халыққа шығып, сарапшылармен, бизнес қауымдастығымен, одан бөлек сарапшылармен тағы да бір талқылап, халыққа түсіндіріп, талдау жұмыстарын жүргізіп, одан кейін қабылдауды тапсырды. Бұл мәселе бойынша премьер-министрдің тапсырмасы бойынша біз өңірлерге шығып түсіндіру жұмыстарын бастап кеттік. Өздеріңізге жаңа көрдіңіздер. Негізгі бұл жердегі мәселе қосымша құн салығының мөлшерлемесін 16%-ке дейін көтеру мәселесі. Одан кейін кейбір салалар үшін сараланған ставканы, мөлшерлемені қайта қарау мәселесі. Біз оны жаңа бәрін түсіндіріп өттік. Не үшін ең негізгі мәселе бұл салық бюджет реформасының негізгі мақсатын түсіндіру. Не үшін жасап жатырмыз? Бірінші мәселе бұл бюджеттің мәселелерін шешу, бюджетті қосымша толықтыру, және де ең негізгі мәселе бұл толықтырған қосымша қаражат қайда жұмсалады. Негізгі мәселе экономиканың нақты секторын дамыту. Сондықтан кәсіпкерлер қазір шығынға ұшыраған және табысы аз кәсіпорындарға уақытша салықтан демалыс беруді ұсынып отыр. Шағын өндіріс орындарына ауыртпалық түспейтін болады, өйткені біз қазір сараланған мөлшерлеме ретінде қызмет түрлерін айқындап жатырмыз. Сол қызмет түрлеріне 10%, болмаса 0% ретінде қосымша құн салығы салынатын болады. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе жаңағыдай дифференцированный ставка мәселесін біз Астанаға барып, қайтадан қарап, парламентте қайтадан талқыға салып, содан кейін шешетін боламыз. Кәсіпкерлер салық саясатындағы кез келген өзгеріс бизнес өкілдерімен ақылдасып болғаннан кейін ғана қабылдануы керек деп есептейді. Айта кетсек, жиын барысында кәсіпкерлер түрлі ұсыныстарын жеткізді. Деген менде естер құлақ болса және ескерусіз қалмаса дегенді жеткізді. Ал ұлттық экономика вице-министрі барлық пікірлер мен ұсыныстар ескерусіз қалмайтынын айтады.